Лилия гүлін жасауды ары қарай жалғастырамыз. Кеше жасаған патронның қасына ұзындығы 17 сантиметр проволока алып, сол сым тесіктен өткіземіз де ыстық клеймен жабыстырып қоямыз. Және оның сыртынан изолонды жабыстырамыз. Изолонның ұзындығы 10 сантиметрдей болатын осындай полоска алып, патронның сыртынан орап тұрып, ыстық клеймен жақсылап жабыстырып қоямыз. Міне, ары қарай уже изолонды жабыстырып болған соң, тағы да бір қабат изолон жабыстырып шығамыз. Уже оны ыстық фенмен жабыстыра берсеңіздер болады. Изолонға ыстық фен арқылы жабысады. Жабыстырдық, осындай болып шығу керек. Және астыңғы жағына да клей жағып, бір-біріне жабыстырып тастаймыз. Және осының сыртынан изолентамен орап тастасаңыздар мықтырақ болады. Енді патронымыз дайын гүлді жабыстыруға. Енді лилияның күлтешелерін, жапырақшаларын осыған жабыстырамыз. Патронның сырты изолонмен қапталғаннан кейін лилияның жапырақтарын ыстық фенмен жабыстыру оңайырақ болады. Егер сіз бірінші жасап жатсаңыз гүлді, онда сіз бірінші желіммен, яғни ыстық клеймен жабыстырыңыз. Қолыңыз үйренгеннен кейін уже строительный фенді қолдансаңыз болады. Менің қолым үйреніп қалған, сол себепті строительный фенмен қыздырып жабыстыру ыңғайлы өзіме. Міне, бірінші қатарына бізде 3 жапырақша кетеді. 3 жапырақшаны дәл осы ретте жабыстырып аламыз. Міне, 3 жапырақты жабыстырдық. Жақсылап жабыстырамыз. Мен ыстық фенмен жабыстырғаннан кейін ішкі жағында ыстық фенмен қыздырып жатырмын, жақсырақ жабыссын деп. Сіздер ыстық клей қолдансаңыздар жабыстыруға, онда сыртынан қысып біраз ұстап тұрыңыздар. Себебі изолонға ыстық клей арқылы сәл ұзақтау жабысады. Енді екінші қабатын жабыстырамыз. Екінші қабатында 2 жапырақтың ортасына жабыстырамыз. Жаңа 4-ші жапырақшамызды. Дәл осы ретте қалған жапырақшаларды жақсылап жабыстырып шығамыз. Әр жапырақшаны жабыстыратын кезде бірінші қойып көріп алыңыздар, содан кейін барып жабыстыру керек. Лилияның жапырақшаларын барлығын жабыстырып алдық.
Енді лилияның артқы жағындағы проволокаларды қазір скотчпен жабыстырып аламыз. Скотчпен немесе изолентамен жабыстырсаңыздар болады. Қазір менде изолентам бітіп қалды. Скотчпен де жабыстыра берсеңіздер болады. Скотчпен бірінші жабыстырып аламыз жақсылап, сосын оның сыртынан тейп лентамен жабыстыратын боламыз. Тейп лентамен жабыстырамыз сыртынан. Тейп лента дегеніміз осындай әртүрлі түсте болады. Бізге жасыл түсі керек. Тейп лентаны жабыстыратын кезде обязательно оны тарту керек. Осылай созған кезде тейп лентаның ішінде клейі пайда болады. Сосын жабысқақ болады. Ал егер олай созбай жабыстырсаңыз жабыспайды. Негізі скотчтың сыртына да жабыспайды тейп лента. Сол үшін ыстық клеймен тейп лентаны жабыстырып алу керек. Ыстық клей қолдану керек осы жерде. Лилияның артқы бөлігі дайын. Дәл осылай тейп лентамен осылай ораймыз. Енді ішкі жағына изолонның ораған жеріне біз қазір тычинкаларды жабыстыратын боламыз. Тычинка дегеніміз лилия гүлдің ішінен шығып тұратын кішкентай мұртшалар. Міне осындай жасаймыз қазір. Ол үшін бізге кішкентай фоамираннан осындай қырқып алдым. Негізі қара, қоңыр түсте кесіп алсаңыздар болады. Осындай капля тәріздес етіп кесіп аласыздар 2 сантиметр. Және осындай 15-17 сантиметр проволока кесіп аламыз. Тычинка 6 штук болады. Жаңағы кесіп алған тамшымыздың бір бетіне ыстық клей жағамыз да соған проволоканы жабыстырып, екінші фоамиранмен бетін жауып, біраз жақсылап басып жабыстырамыз. Бұл тычинкалар кукурузный лампочканың, лампочка дәл ортасында тұрса, тычинкалар соның айналасында тұрады. Айналасында патронды орап изолон жабыстырдық қой, сол изолонға осы тычинкаларды кіргізіп, және кіргізген жерге ыстық клеймен кішкене жабыстырып қоямыз. Түбіне ыстық клейді жібереміз. Сол кезде проволока жақсылап алынбайтындай болып жабысады. Негізі осы тычинкалардың проволокаларын дайын проволокалардан істесеңіз де болады. Изолон сататын жерлерде дайын проволокалар жасыл, әртүрлі түсте дайындары бар. Маған осылай выгодно,
осы вязальный проволоканы қолданамын барлық жерде. Маған осы арзанға түседі. Ал егер осы тычинкалардың да сабағы жасыл болсын десеңіз, немесе басқа да түсте қаласаңыз, сондай дайын проволокаларды да қолдансаңыз болады. Бірақ тычинкаға өте жіңішке проволокаларды қолдану керек. Енді бутонды тейп лентамен орап шығамыз. Тейп лентаны алып, бутонның астыңғы бөлігінен бастап тейп лентамен ораймыз. Кішкене пистолет клеймен жағып аламыз клейді. Содан кейін барып тейп лентаны жабыстырамыз. Изолонға тейп лента жабыспайды. Сол себепті клей жағып, сосын барып тейп лентаны жақсылап орап шығу керек. Енді осы бутондарға жапырақтарды жабыстырып аламыз. Жапырақтар, лилияның жапырақтары өте көп болған сайын өте әдемі көрінеді. Сол себепті жапырағын барынша көбірек жасай беріңіздер. Міне, бутонның екі жақ шетінен бастап жапырақтарды жабыстырамыз. Өзіңіз бірінші жабыстырмай тұрып, жапырақтарды қойып, бутонға жарасып тұрма, өзіңіз байқайсыз. Содан кейін барып жабыстыру керек. Екі жапырақты осылай бутонның қасына 3 жапырақ қойсаңыз да болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша жапырақтарды белгілі бір реттікпен жабыстырып шығасыз. Жапырақтарды тейп лентамен ораймын. Негізі ең бірінші үлкен лилия жасаған кезде жапырақтарды кәдімгі изолентамен бекітіп алып, одан кейін сыртынан тейп лентамен орасаңыздар да болады. Ал қазір менде бутонның сапағы өте жіңішке болғандықтан, жапырақтарды тейп лентамен ораса да жапырақтар түсіп қалмайды.
екі бутонның сабақтарын бірге қосып теп лентамен орап жібереміз. Міне дайын. Қалған жапырақтарды қазір сабағына орағаннан кейін барып жабыстыратын боламыз. Осылай бутонның сабағын металлопластиковый трубаның ішіне кіргіземіз. Енді дайын болған лилиямызды сабағына бекітеміз. Металлопластиковый трубаға біз лилияны жабыстыруымыз керек. Қазір оны металлопластиковый трубаға скотчпен жабыстырамыз. Бірінші осылай қалай тұратынын бірінші байқап алу керек. Кашокқа салып тұрып, қандай биіктікте гүл тұратынын біліп алғаннан кейін барып скотчпен жабыстырамыз. Негізі қазір менде мына лилияға жалғанған шнур өте қалың болып тұр. Бұдан да жұқа дайын шнурларын алсаңыздар, ол шнурды мына металлопластиковый трубаны тесіп, ішіне салып жіберсеңіздер де болады. Ал осы түрі де болады. Бұл оңай түрі, сыртынан жабыстыра салған, бұл өте оңай. Ал негізі аккуратно шықсын десеңіздер, жіңішке шнур алып, металлопластиковый трубаны тесіп, соның ішіне кіргізсеңіздер де өте әдемі болады. Скотчтап болғаннан кейін сыртынан металлопластиковый трубаның барлығын теп лентамен орап шығамыз. Стебелін орап болды, яғни сабағын теп лентамен барлығын орап шықтым. Астыңғы жағын қалдырдым, ол жер гипс құйғаннан кейін көрінбей қалады. Енді бутонымызды осының металлопластиковый трубаның ішіне салып, қазір жақсылап бекітіп қоюымыз керек. Оны бекіту үшін кішкентай қалдық изолондарды осы металлопластик трубаның ішіне саламыз, кіргіземіз. Сонда мына бутондары шығып кетпейді. Кейін сыртынан орап тастайтын боламыз. Міне осылай қайшымен, не болмаса басқа да бір затпен изолонды кіргізу керек. Металлопластик трубаның ішіне жақсылап кіргізсек, мына бутонның сабақтары қимылдамай жақсы тұрады. Сол үшін изолонның қалдықтарын ішіне жақсылап кіргізу керек. Содан кейін барып, уже бутонды орап қалған жапырақтарын жабыстыратын боламыз. Міне осындай болып тұрады. Кіргізген жері изолон сәл шығып тұр. Ол мына бутон шығып кетпес үшін енді қалған жерінде теп лентамен орап тастаймыз. Барлық жерін изолонның қалдығы көрінбеу керек.
лилия гүліміз дайын. Енді қалған жапырақтарды жабыстыру керек. Қазір сол қалған жапырақтарды жабыстырып шығамыз. Енді лилияны горшокқа салып көріп алу керек. Қай жерге дейін жапырақты жабыстырсақ болады. Бәрін бірінші бекітпей тұрып көріп аламыз. Міне қыздар, светильнигіміз дайын. Енді қалған жапырақтарын жабыстыру қалды. Ал аппақ жері ол горшокқа кіргізген кезде гипс құямыз, сол кезде көрінбей қалады. Қалған жерлеріне қазір жапырақтарды жабыстырамыз. Міне қыздар, гипске отырғызып қойдым. Гипсті бірде-бір етіп араластырасыздар да, осылай горшокқа құйып, гүлді салып, ішіне бірақ ұстап тұру керек гүлдің сабағын түзу етіп. Егер ұстап тұрмаса, онда былқылдап қалады сабағы, және де қисық болып қатып қалуы мүмкін. Гипсті білесіздер, құрамын, гипс бірде-бір, яғни 200 грамм гипс болса, 200 грамм су құйып араластырдым. Менде сәл сұйық болып кеткен сияқты, бірақ ешнәрсе етпейді. Бұл сонда да қатып қалады. Артық суы ол бетіне шығып тұрады. Осылай жасасаңыздар болады. Енді бұны біраз түзу жерге қою керек. Менде астыңғы гипсім қатыңқыранған еді. Сол себепті сабағы түп-түзу болып тұр. Қазір енді жағып көрейік светильникті. Осындай әдемі нәзік светильникті бірге жасадық. Менің каналым сіздерге пайдалы болса, тіркеліп кетіңіздер, және де осы видео ұнаған болса, лайк басып, түсінбегендеріңізді комментарийға жаза кетіңіздер.